Ассалаумағалейкум достар, осылай алмадан джем жасағыңыз келсе, менің видеомды соңына дейін көруге кеңес беремін. Жақсылап алмаларымызды жуып аламыз, шіріктерін алып аламыз. Одан кейін сыртын ашып, осындай бөліктерге бөлеміз. Міне қараңыздар, барлығын тазалап болғасын, жақсылап весімен, яғни таразымен өлшеп аламыз. Одан кейін ет тартқышпен барлығын өткіземіз. Міне қараңыздар, бұл жерде менде 3,5 кг алма шықты. Ет тартқыштан өткізілген секерімді 3 келе салдым, және салқын су 150 мг суымды құйып дайындап алған болатынмын. Енді асты қалың кастрөлге алмамыз салып, оның үстіне секеріміз саламыз. Одан кейін үстіне салқын суымызды құйып, жақсылап сарқылдатып қайнағанша араластыра отырып қайнатамыз. Астын әлсін араластырып отырмасаңыздар, асты күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан қадағалап отырғандарыңыз жөн болады. Міне қараңыздар, 10 минут сайын өзім араластырып отырдым. Сарқылдап қайнауға жақын уақытында осылай көпіріктері шыққан болатынмын. Мен өз басым алып тастаймын. Сарқылдатып қайнатып, тағы да көпіріктер шығады. Осының барлығын алып тазалап, содан кейін жай отта 45 минут қайнаттым. Сол уақытта банкілерімді стерилизовать етіп алдым, 20 минут қойдым. Сол кезде қақпақтарымды да стерилизовать еттім, 15-20 минут сарқылдатып қайнаттым. Енді міне қараңыздар, алмадан джеміміз дайын болды. Иісінің өзі сондай тамаша. Енді ыссы күйінде джемдерімізді банкімізге құйып, бұрандалы банкілерімізді жауып тастаймыз. Міне қараңыздар, осылай ыссы күйінде құйып аламыз. Бұл жерде менде шамамен 3 банкіде шыққан болатын. Өте дәмді болып шықты. Ас болсын достар.